Сәлем, қош келдіңіздер біздің орталыққа. Енді жастар жылы деп жариялағаннан кейін көп студенттер, оқушылар, жастардың барлығы көп мүмкіндіктерді күтеді. Енді жаңа мүмкіндіктер емес, біз осы уақытқа дейін қандай мүмкіндіктер беріліп жатыр, соған да назар салуымыз керек. Өйткені көп адамдар оның барлығы міндетті, оның бәрі орысша айтқанда итакта болу керек деп айтады ғой. Ол көп мемлекетте ондай мүмкіндіктер жоқ. Сол бір тоқталым кетті. Мысалы біздің мемлекет балабақша жасына келген кезде толық қамтылуына үлкен назар аударып жатыр. Өйткені неге? Ол ата-ананың бос уақыты және баланы балабақшаға беру, ол мектепке дайындық болып есептеледі. Яғни оның білім алуына біз бір қадам жасаймыз. Қазір бізде балабақшаны қамту 100%-ға келе жатыр. Қазақстан Республикасы бойынша. Одан кейін орта білім, мектептегі білімге келетін болса, Қазақстан бойынша 3 мезгілде оқытылатын мектептер жойылу үстінде, 1-2-3 мектеп қалды. Қызылорда облысында біз 3 мезгілде оқытылатын мектептер жоқ. Ол нені дәлелдейді? Бізде білім алу оқушылар үшін қиындықпен қатар келіп жатқан жоқ. Барлығы оңай, барлығы өз уақытысымен. Бұрындары болды. Бізде бір мектептің базасында 600 мектепке арналған, ол жақта 2000-1800 адам ауысып, олар білім алуға емес, ол жерде қарбалас сәт болады, басқа болады. Оған таза шынымен бір оңтайлы, қолайлы ортада бір өз-өзін сезінбейтін болады. Қазір біздің мемлекет сондайға үлкен мүмкіндік берді. Елбасымыздың өзі оны қатаң назарға алды. Одан кейін арнайы білімге келетін болсақ, колледж дейміз, техникалық колледждерде бізде өзіміздің ТМД елді мемлекеттерінің арасында именно осы арнайы білімге берілетін гранттардың саны бізде өте көп Қазақстан Республикасы бойынша. Яғни өзіміз стратегиямызға байланысты біз гранттардың санын техникалық мамандықтарға қарай бөлдік. Өйткені олардың кейіннен барып барлығы бір тектес маман болмай, барлығы шынымен жұмысқа орналасу дұрыс болсын, мемлекеттің қойған мақсаттарына сәйкес жұмыс жасасын деп, олардың барлығын сонда гранттар бөліп жатыр. Көп мемлекетте ондай тегін грант жоқ. Грант дегеніміз не? Ол сол бітіруші студентке, бітіруші оқушыға берілетін үлкен мүмкіндік. Өйткені Европада былай қарасаңыздар, барлығы ақылға түсе алмайды, ақшасы жоқ болып қала ма, олардың барлығы далада қалады, сосын барып дұрыс емес істермен, қылмыспен, басқамен айналысып кетеді. Біз мемлекет бітіруші оқушыларға, мектеп бітіруші оқушыларға осындай үлкен бір мүмкіндік беріп отыр. Біз олардың барлығын тағы да 4 жылға, тағы да болса университет түссе, тағы да 8 жылға өзіміздің қамқорымызды алып отырмыз. Біз 11-ші сынып бітірген оқушы 15 жасар баланы далаға жіберіп жатқан жоқпыз. Қызылорда облысы бойынша үлкен жетістік. Осы біздің әкіміміз де көп айтады. Мектеп бітірген бітірушілердің 98%-ға жуығы бізде жоғары және орта арнаулы біліммен қамтылды. Қалғандары жеке кәсіптермен, қалғандары басқа мемлекетке кеткендер бар. Бірақ бізде толығымен осы жастарымыз қамтылып жатыр. Онымен қоса бізде шетелде білім алуға үлкен мүмкіндік бар. Қызылорда облысының ерекшелігін айта кету керек жастарға. Бізде басқа мемлекеттерде жоқ, дүниеде бар. Біз Ресей Федерациясының қаражатына, солардың гранттарына біздің студенттеріміз басқа қалаларда, сол Ресей Федерациясының Мәскеу, Санкт-Петербург ірі қалаларында және орташа университет емес, ең беделді алда келе жатқан университеттерінде тегін оқып жатыр. Ол біздің грант емес, ол Ресей Федерациясының гранттарын оқып жатыр. Ол біздің аймақ басшысы Қырымбек Елеуұлының беріп отырған мүмкіндігі. Онымен осы Қырымбек Елеуұлы әр Ресей Федерациясына барған сапарында сол өзіміздің студенттермен кездесіп отырады. Оларға арнайы жәрдемақы да беріледі. Онымен қоса ол жігіттер, қыздардың барлығы мысалы биыл бізде бірінші лек бітіріп келді. Олар барлығы Қызылорда қаласында ең мықты деген мекемеде, кәсіпорындарда жұмыспен толығымен қамтылды. Өйткені олар оқыған мамандық бізде тапшы мамандықтар, қажетті мамандықтар, барлығы техникалық мамандықтар, профильный дейді ғой, профильный мамандар болып табылады. Олардың жұмыспен қамтыдық. Біз тек қана оқып қойған жоқпыз. Көбісі ойлауы мүмкін, грант бердім,
одан кейін олардың барлығы бос қалды деген секілді. Сол үшін айтып отырмын, ол барлық жұмыспен қамтылып жатыр. Онымен бөлек бізде көп жастарымызға шетел ашық. Біз ешқашан мемлекетіміз ондай стратегия жоқ, басқа мемлекет жаман, басқа мемлекеттің оқу орны дұрыс емес, бізде оқыңдар деген жоқ. Бізде мемлекет стратегиясы қаншалықты сіздер жақсы білім аласыздар, сондай маман боласыздар, Қазақстанға үлес тигізесіздер, пайда тигізесіздер. Мысалы болашақ бағдарламасымен де бізде қаншама жастарымыз сыртқа барып оқып келіп жатыр. Қазақстанға келіп қазір промышленность болсын, қандай сала болсын, онымен қоса билікте болсын, барлығында өзінің болашақовскийлар отыр. Жақсы мамандар болып отыр. Машин кезде ел сенім ақтап жатыр. Онымен қоса бізде қаншама программалар, көп мемлекеттен андай бар, кейбір мемлекеттердің программаларына доступ жоқ. Ол программамен кейбір мемлекетке бара алмайды. Ал Қазақстанның біздің саясатымыздың осы бір ұтымды болған арқасында біз ешқандай мемлекетпен жаман емеспіз. Біз кез келген мемлекеттің жастарға берген толық мүмкіншілігін өзіміздің мемлекеттің жастары толығымен пайдалана алады. Біз басқа мемлекетке доступ жоқ, безвизовый режим деген бізде былайша көп мемлекетпен орындалып жатыр. Ол біздің жастарға берілетін мүмкіндік. Тек қана іздену керек, көру керек, мүмкіндіктің бәрін пайдалану керек. Мен де басында оқуға түсетін кезде 11 класста маған айтатын, әкем айтады, колледжге 9 класста колледжге түссең, түспесең 11 классқа қала бересің деп. Біздің бәрімізде андай бір ми болады. Бәрі ақшамен, бәрі таныспен өтеді деп. Ол адамның өзінің ішкі бір стержень дейді ғой. Сол стерженьді асыра алса, мен мысалы бардым, тесттен өттім, жақсы баға алдым, түсіп кеттім. Сосын айтамын, оқуға түстім. Қалай дейді ғой. Біздің өзіміздің тұрғындарда ондай ой болмау керек. Біз көп қадамға басардың алдында өзімізді тежейміз. Керек емес, болмайды, не істейсің. Көп жастарымыз бизнеспен айналысатын кезде ең бір қарсыласы ол өзі дейді. Одан кейін екінші қарсыласы ол туысқандар мен ата-анасы дейді. Айтылатын сөз. Айтылатын сөз. Қой, таста, неге деген. Біз осы көптеген мүмкіндіктерді пайдаланудың алдында біз керісінше өз-өзімізді шауып, бұталап, ол вообще қажет емес зат деп ойлаймыз. Керісінше мемлекет толығымен берді мүмкіндікті пайдалану керек. Өйткені біз маған салыстыруымыз керек, көп мемлекетте ондай мүмкіндік жоқ. Салыстыруымыз керек. Біз өзіміздің басымыздан асатын андай мүмкіндіктерді айтамыз. Мысалы, Сирияда, Ливияда нелерді WhatsApp'та келеді ғой. Ол жақта жастарға $1000 беріледі, $1000 беріледі. Бірақ ондай мүмкіндік берілмей де жақсы жетістікке жеткен мемлекеттер көп. Ондай адамға тым көп мүмкіндік берсең, адамда инфантильность пайда болады. Ол адам тек қана талпыныс болмайды. Тек қана комфортқа үйреніп қалады. Мысалы, кішкентай балада айтады ғой, кішкентай баланың бәрін беру керек, жағдай жасау керек дейді. Бірақ ол бала определенный возрастқа дейін, 5 жасқа, 6 жасқа дейін баланы жақсы өсірдің, одан кейін болды. Ол бала жоқшылықты да көру керек, қиналып көру керек. Бізде баланы 18-ге дейін өпелейміз да, сосын барып ата-анасы оған өспей қалады. Біз жастарымызды соны түсіну керек. Бізге бәрін бере беруге болмайды. Біз өзімізде ұмтылып көруіміз керек, ашып көруіміз керек, қиналып көруіміз керек. Дұрыс емес қадамды басып та көруіміз керек. Қателесіп көру керек қой. Біз қателесуден қорқамыз. Енді бізде предвзятое мнение дейді ғой. Көп қадамға баратын кезде біз алдын ала шешім шығарып қоямыз өзіміз үшін. Дұрыс емес, болмайды, тартынып өмір сүреміз. Олай болмайды. Біз толық мүмкіншіліктерді пайдалануымыз керек. Біз айтып бәрі басты кезде адресте жұмыс істейді ғой. Мемлекет басшысы айтып жатыр. Мен мысалы сол қарсы емес, бірақ қолдамаймын. Адам өзі ұмтылу керек билікке қарай. Бізде керісінше билігіміз тым жастарды еркелетеді. Әр жастың үйіне барып көмектескіміз келеді. Неге олай, мен түсінбеймін. Үйінде отырып жатып, жұмыс жоқ деп жататын сериалдарда болады адамдар. Жатса жатсын, жұмыссыз қалсын, өз өмірін өзі сүру керек. Біз мемлекет ондайға бармайды. Біз мемлекет өте мейірімді ата-ана дейді ғой. Сондай образда ғой. Әр адамның үйіне, мәпелеп өсіріп жатыр. Әр адамның үйіне барып, адресте жұмыс жасау керек,
нарық топы, оған арналған шаралар, оған бағытталған дүниелер ұйымдастырады. Енді дәл сол адамдар ертең Европаға барса ұйып жата алмайды. Ешкім үйіне келіп, Ондай жағдай жасалмайды. үйіне келіп ешкім есік қағып, сен мына бағдарлама бойынша сен барсай, сен жасыл елге бар немесе құрылыс астына барып ешкім жүрмейді. Бізде бірақ жүреді солай. Өйткені неге біз өзіміздің жастарымызды далада қалдырмаймыз. Мемлекет сондай бір рольда қазір. Бірақ ол рольдің өзі мәңгі бола бермейді. Жастар соны түсіну керек. Мысалы, жастар жылы деп неге биыл, именно неге 2018 жыл аталып отыр. Өйткені келесі жылы біз жастардың возрасты бар ғой, определенный 14-тен 29 жасқа дейін. Келесі жыл бізде уже мемлекетімізде 29 жылдық порогтан асады. Біз жас мемлекеттің қатарынан шығамыз. Біз ол мәпелеуден де шығуымыз керек. Біз жаймен деп әркім өз аяғына тұруды, әркім өз қадамын басуды соны бәрін үйрену керек. Бірақ осы кезде осы мүмкіндіктердің барлығын біз пайдалана алмасақ, кейін болатын осындай қиындықтар болуы мүмкін, кейін болатын вызовтар дейді ғой, оның барлығына біз көмектесе алмай қаламыз. Егер мемлекетке біз көмектесемесек, бытырап кетеміз. Қанша мемлекеттер бытырап отыр ғой. Соғыссыз заман дейміз, бірақ соның өзінде қанша мемлекеттер жойылып жатыр. С корнями дейді ғой, сонымен жойылып жатыр. Біз сондықтан да барлығын түсінуіміз керек. Надо думать рационально дейді ғой. Бәрін оймен салу керек. Біз көбінесе эмоционально не істейміз, ойланамыз, шешім қабылдаймыз. Беру керек мемлекет, ондай әңгіме. Егер бүйтіп ойлай берсең, уақыт өте береді. Жұмыс жасау керек. Мемлекет бермейді емес, қаншама дүние беріп жатыр, соны біз просто көруіміз керек. Хабарда болуымыз керек. Мысалы, мен өзім жеке соңғы 5-6 жылда жастарға берілетін үлкен мүмкіндік ол мына цифровизация. Жастарды біз соның кезде ақылды болуға, ақпаратты алуға ыңғайлап жатырмыз. Баяғыдай қағазбастылық жаймен азайып жатыр. Мысалы, ЦОМ дейміз, ол жақта да қазір жастарымыз көбінесе жұмыс жасап жатқан жастарымыз. Біз екі поколениенің арасындағы барьерді жемлеп асырып жатыр. Жастарымыз соны түсіну керек негізі. Мемлекет цифровизацияға қадам басты ма, яғни мемлекет жастарға рөлді беріп жатыр. Мен емес, ұйымның бастамасымен жастар жылы жарияланғаннан бастап біз бірнеше ауданда, осы Қызылорда облысы аудандарда интеллектуалды сайыстар бастап кеттік. Ол одноразовый бір реттік шара емес, ол жыл бойы өтетін шара. Осы жылдың аяғында 2019-дың барлық қорытындысын шығарып марапаттап жүреміз. Ешқандай жоба аясында емес, ол өзіміздің еріктілік бастамаларымыз. Негізгі мақсаты арнайы білім алады мектепте. Содан қосымша кругозорды кеңейту мақсатында, ой өрісін кеңейту мақсатында сонда жұмыс жасау. Өйткені көбінесе сапалы мамандар мектептің немесе колледждің бағдарламасы емес, қосымша білім алған адамдар жақсырақ маман болады. Сол мақсатта жұмыс жасаймыз. Енді әлі жоспарлар бар. Жыл енді басталып жатыр. Өйткені әркімнің әріптестік ұсыныстары көп. Орындалып жатса қуантамыз.